Сүндеттеудің сыры неде? Жалпы сүндеттеу пайғамбарымыздан қалған мағыналы екенін екінің біле бермейтіні анық. Сүндеттеу барлық мұсылман халқына парыз. Сүндеттеу мұсылманшылықтың, тазалықтың, пәктіктің белгісі. Әрбір атана ұлын тақ жасқа, яғни 3, 5 немесе 7-ге келгенде сүндеттегені абзал. Бұрындары баланы сүндеттеу молдаларға жүктелсе, қазіргі кезде бұл міндетті медицина мамандары атқарып жүр. Жалпы сүндеттеу пайғамбарымыздан қалған мағыналы екенін екінің біле бермейтіні анық. Сүндеттеуді медицина тұрғысынан алып қарасаңыз да, діни жағынан қарасаңыз да, денсаулыққа өте пайдалы. Сүндеттеу пайғамбарлар заманынан өнеге болып келе жатқан мағыналы іс. Оның төркіні Ибраим пайғамбарымыздан қалған көрінеді. Діни кітаптарда сүндеттеудің тарихы туралы мынадай деректер кездеседі. Бір күні ұлық Алла Жебірейіл періштеге, досы Мұхаммедтің дүниеге келетін уақыты жақындап келеді. Бүгін таң сәріде ұйықтамай отырған момын пендемнің үстіне Мұхаммедтің нұрын шаш дейді. Жебірейіл ұйықтамай отырған тақуаны таба алмайды. Тек бір дінсіз адам пұт жонып отыр екен дейді. Қайта жібереді. Бұл жолы да таба алмай оралады. Дүниені шарладым. Әлгі дінсізден басқа ойы отырған бір адамды таба алмадым. Бәрі ұйқыда дейді. Олай болса, соның үстіне шаш дейді. Ұйықтамай пұт жонып отырған Ибраимның әкесі азар еді. Періштелер, иә, Алла, бірақ ол саған емес, пұттарға табынады. Кейінгі адам ұрпағы өздерін көп құдайлықтың шырмауынан қалай шығарып алады, дейді. Ұлық Алла, мен шебер Алламын, бір іс бастасам, ақырын әуелден көріп біліп тұрамын. Азардың ұлын сүндеттейсіңдер. Бұл оның бір құдайға табынушы екендігінің айғағы болсын. Одан тараған барша үмбет осы сүндетті ұстансын. Сонда олар көп құдайға шоқынып надандыққа ұрынудан аман болады дейді. Періштелер азардың беліне Мұхаммед пайғамбардың нұрын шашады. Көп ұзамай өмірге Ибраим пайғамбар келеді. Ибраим 7 жасқа келгенде Жебірейіл періште келіп, оны сүндеттеген екен. Осыдан бастап ер бала 5 немесе 7 жасқа толғанда оны сүндеттеу дәстүрге айналады. Оны мұсылмандықтың бір белгісі санаған. Ал медицина мамандары сүндеттелудің мынадай қатерден қорғайтынын алға тартады. Жыныс мүшесінің қабынуының алдын алады, жыныс жолы арқылы таралатын кеселдерді болдырмайды, әйелді жатыр мойнының обырынан қорғайды. Сүндеттелген балаға ағайын туыс, көршілер келіп құтты болсын айтады. Арнайы мал сойылып, құдайы тамақ беріледі. Ал ата-анасының жағдайы келсе, ұлан асыр той жасап, ұлын атқа қондырады. Бұл қазақ салтында сүндет той деп аталады. Сүндет тойды жиып аламын деп емес, жиған тергенін шашып, елдің аузынан түспейтіндей, есінен шықпайтындай етіп той беру керек деуші еді әжелеріміз.